Hi kids, today we are going to talk about object pronouns. Бүгінгі сабағымыз жіктеу есімдіктері жайында. Өзіміз білетіндей есімдіктер дегеніміз ол сөйлемде заттың сынын, санын, сапасын білдірмей, бірақ зат есімдердің орнына қолданыла беретін сөз табы. Яғни, a pronoun is a word that replaces a noun дейді. Есімдік дегеніміз зат есімнің орнын алмастыратын немесе зат есімнің орнына қолданылатын сөз табы. Біз білетін subject pronouns I, you, he, she, it, we, they. Object pronouns I болғанда me, you сол күйінде қалады өзгермей he, him, she, her, it, we, us, they, them. Кімді, кімге деген сұрақтарға жауап береді. Жіктеу есімдігіндегі септік сұрақтарына сәйкес келеді. Кімді және кімге есте сақтап аламыз және жаттаймыз. I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them. Object pronouns. Let's practice. I, me. Мен, мені. I love you, you love me. Me, object pronoun. Мен сені жақсы көремін, сен мені жақсы көресің. Мені, object pronoun. We, us. Біз, бізді. We know Sam, Sam knows us. Біз Сэмді білеміз, Sam бізді біледі. Us, object pronoun. Бізді. You help me, I help you. Сен маған көмектесесің, мен саған көмектесемін. Саған, you, object pronoun. He, him. He often calls me, I often call him. Оған хабарласамын. Him, оған object pronoun. She, her. She sees me, I see her. Мен оны көремін. Кімді? Her, object pronoun. They, them. They can help us. Олар бізге көмектесе алады. We can help them. Біз оларға, кімге көмектесе аламыз. Them, object pronoun. It likes milk. Ол сүтті жақсы көреді. I like it. Мен оны жақсы көремін. Кімді? It, оны, object pronoun. Яғни, мен мысықты жақсы көремін, мысық сүтті жақсы көреді. So, есте сақтаймыз. I, me. Мен, мені. We, us. Біз, бізді. You, сен, саған. He, саған немесе сені. He, him. Ол, оны немесе оған. She, her. Ол, оны, оған. They, them. Олар, оларды, оларға. It, оны, оған. Немесе, оны немесе оған. It, ол. Жаңа айтып өткеніміздей, есімдіктер сөйлемдегі зат есімдердің орнын алмастырады. Then let's practice. She doesn't like oranges. She doesn't like them. Яғни oranges сөзі them есімдігімен алмастырылып тұр. I like Sarah, I like her. This coat is ugly, John hates it. Мына күртеше ұсқынсыз, Джон оны жек көреді. We are going to the cinema. Would you like to go with us? Бізбен барғың келеді ме? I'm talking to you, listen to me. Мен саған сөйлеп тұрмын, мені тыңда. Where is Nick? I can find him. Ник қайда? Мен оны таба алмай жатырмын. Them, her, it, us, me, him. Мысалдарға тағы бір көз жүгіртіп шығамыз. So, Abby wanted to go to movies with Emily. Abby киноға Эмилимен бірге барғысы келді. Бұл жердегі Эмили сөзін есімдікпен алмастыратын болсақ. Abby wanted to go to the movies with her. Кіммен? Онымен. Келесі, Луис. Адам атын жүктеу есімдігімен өзіміз алмастырып көрейік. The teacher spoke to Louis about his project. Луиске сөйлеп жатыр. Кімге? Қандай сөзді қоюға болады? Қандай жүктеу есімдігін қоямыз? Ойланып көрейік. So, that's it for today. Thank you for your attention and good luck, dear children. The answer is the teacher spoke to him about his project.